Менің атым Ақниет. Менің атым Насихат. Менің атым Инабат. Бүгін достар, қыздар бүгін ойын ойнайды. Насихаттың қолында 3 сат тұр. Соның біреуін жасырады. Ал екеуі соның суретін табады. Бастайық онда. Жасырамыз. Мен ойлаймын. Бірінші жасырып ал. Насихат жасыр. Болмай? Ал ендеше... Бастайық, не деп ойлайсыңдар? Ойымша... Кім табады деп ойлайсың? Мен ойлаймын. Мен ойлаймын. Не ол? Амы? Қазір. Ең соңында көрсетемін, иә? Мен ойымша мен жеңем. Болды. Алма кел. Ойна қалды. Менің ойымша кептірген өрік. Менің ойымша алма. Ал енді көрсетейік. Не жасырғанын көрсете ғой. Екеуі де жеңбеді. Құрма жасырды ол. Қалай ойладым, кептірген өрік. Екеуің де таппадыңдар. Жалғастырамыз бар қалай? Тағы да? Иә. Ал, тағы көздерің жұмыңдар. Насихат жасыр. Болған жоқ, қарамаймыз. Болды. Енді біз оны табайық. Кестеген өтеймін. Ой. Негізі Ақниет суретті жақсы салады, жақсы көреді. Сурет салғанды жақсы көреді. Мен. Рахмет қалдан атым. Инабатта сурет салғанды жақсы көреді. Насихатқа сурет салып береді, оны Насихат бояйды. Бұлақ біз бұлай сіз атыңыз бояғанды. Мен алма деп ойлаймын. Мен кептірген өрік. Көрсетіңдер. Не деп ойлайсың? Кептірген өрік. Ал сен? Мен алма деп ойлаймын. Тапсан сол затты сен аласың. Көрейік. Алма. Ал. Үшінші рет ойнап көреміз бе? Иә. Ойнайық. Көздерін жұмыңдар. Насихат жасыр. Болды. Ал енді біз оны салайық суретін. Меніңше. Насихатқа ойын ойнап жатыр, е? Қызық ойын кетті. Ал біз оны табуға тырысып отырмыз.
кептірілген өрік деп ойлаймын. Менде кептірілген өрік. Ахмет кептірілген өрік деп ойлайды. Мен де кептірілген өрік деп ойлаймын. Ал көрсетейік. Қайсысын жасырдың сен? Кептірілген өрік. Бұл жолы екеуіңге таптыңдар. Жарайсыңдар. Ойын қызықты болды ма? Иә. Ендеше сау болыңдар. Сау болыңдар.